Оңтүстік Корея туралы рандомный қызықты факттар. Сортировка мусора. Мусорды сортировать етпей лақтыратын болсаңыз, сізге штраф келеді. Жинжильбанг деген нәрсе бар. Былайша айтқанда сауна, банядан кейін форма киіп, бәрі общий зонада кездеседі. Ол общий зоналарда тамақ ішуге болады, телевизор көруге болады, массажный креслолар бар, игровой автоматтар бар, компьютерлер бар, кітап оқуға болады. Хамам деген бар, киіммен кіретін, кәдімгі ыстық комната. Қыздар да, балдар да общий кіре береді киіммен. Достарымен қызықты уақыт өткізуге болатын жер. Қазақстанда да болса қызық болатын еді деп ойлаймын. Круглосуточный магазиндер өте көп, ішінде бүкіл жағдай жасалған. Тамағыңызды ысытып жеуге микроволновкалар, ыстық су, мұздай су, рамен қайнатып жейтін аппаратта. Тамағыңызды жеп болған соң өзіңіз артыңыздан жинап кетесіз. Және бір қызықты факт, помидорды кәрістер біз сияқты көкөніс ретінде емес, жидек ретінде көреді. Тұз қосып жесек, олар шекер қосып жейді, және помидорды торттарға, мороженыйдың ішіне қосып тәтті қылып жейді. Автобус немесе метрода телефонмен сөйлесіп отырған адамды көрмейсіз, неге десеңіз, ол дөрекілік болып саналады. Осындай қызықты фактілер сізге ұнаған болса, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Тағы да осындай видео салатын боламын.